Әкем ешқашан жыламайтын. Кем дегенде мен көргенде. Ауылда еркек жыламайды ғой. Құдайы тамақта да, жаназада да әкемнің көзі құрғақ тұратын. Ер адам тірек дейтін. Бірақ бір күні қалада жұмыс істеп жүргенмін. Айлық та жақсы емес, бірақ қаладамын деп мақтануға жететін. Сол күні кешке әкем қоңырау шалды. Балам, үйге келе аласың ба? Не болды әке? Келе ғой, сөйлесеміз. Дауысы өзгеше еді. Бұйырып тұрған жоқ, өтініп тұрғандай. Үйге кірсем, анам үнсіз. Шай қайнап тұр, бірақ ешкім ішпейді. Әкем төрде отыр. Басындағы тақиясын қолына алып, қайта-қайта бүктеп отыр. Не болды дедім шыдамай. Әкем бірден жауап бермеді. Сосын ғана айтты. Үйді сатамыз, балам. Жүрегім шым ете қалды. Қалай? Бұл біздің үй ғой. Әкем басын изеді. Білем, балам. Сөйтсем, інімнің оқуы үшін, қарындасымның емі үшін, мені қалада адам болам деп жүргенім үшін әкем несие алған екен. Ол көбейіп кеткен. Енді төлеуге шамасы жоқ. Мен сендерге айтқым келмеді, деді әкем. Балаларым уайымдамасын дедім. Сол кезде бірінші рет байқадым. Әкем қартайыпты. Қолдары дірілдейді. Дауысы да баяу. Үнсіздік орнады. Сосын әкем бір кезде басын төмен түсіріп, екі иығы селкілдеп кетті. Мен алғаш рет көрдім. Әкем жылап отыр екен. Дыбыссыз, ұялғандай, ешкім көрмесін дегендей. Сол сәтте түсіндім. Әкем бізді емес, өзін кінәлап отыр. Әке бола алмадым деп ойлап отыр. Ал біз болсақ, біз оның арқасында ғана адам болып жүргенімізді кеш түсіндік. Үй сатылған күні аспан ашық еді. Сол ашық аспанның астында біз бір дәуірді жаптық. Әкем қақпаның құлпын баяу жапты. Дыбыс шықты. Тарс ете қалған. Сол дыбыс біздің бұрынғы өмірімізді жапқандай болды. Қала шетінен бір бөлмелі квартира алдық. Алдық деген аты ғана. Іші тар, төбесі аласа. Ауылдағы кең үйден кейін бұл жер қорадай көрінді. Уақытша ғой, деді әкем. Бірақ дауысы сенімсіз шықты. Алғашқы түнде ешкім ұйықтай алмады. Қабырғаның ар жағында біреу жөтеледі, екінші жағында бала жылайды, үшінші жағында теледидар айқалап тұр. Анам үнсіз жылап жатыр. Әкем терезеге қарап отырды. Мен төбеге қарадым. Ауылдағы жұлдыздарды іздедім. Жоқ. Ең қиыны ят болады деген. Көршілерге амандасу, қай жақтансың деген сұрақ, үйің қайда дегені. Ауылданбыз дей салатынбыз. Әкем бұрындағыдай асқар емес еді. Көшеде басын төмен салып жүретін. Әкем екі жұмыс істеді. Таңертең құрылыс, кешке күзетші. Қолдары жарылып кеткен. Тырнағының астына цемент толып жүрді. Анам подъезд жуатын болды. Біреулер апай деп сөйлейді, біреулер тіпті байқамайды да. Інім бұрындағыдай күлмейді. Сабақтан келіп үнсіз отырады. Неге сөйлемейсің десем, ұялам дейді. Бұрын оның ауласы бар еді. Қазір тек балкон ғана. Мен де өзгердім. Қалада мен кіммін деген сұрақ мазалай бастады. Бұрын жауап дайын еді. Қазір жоқ. Түнде анамның жылағанын естимін. Әкемнің күрсінгенін естимін. Бір күні әкем кеш келді. Киімдері лас, бірақ көзінде біртүрлі жарық бар. Балалар, деді ол, бүгін бір адам маған рахмет деді. Біз түсінбедік. Құрылысқа көмектестім. Үй бітті. Рахмет аға, деді. Әкем сол сөзге қуанған. Сол түні анам жыламады. Інім бір рет болса да күлді. Мен алғаш рет жеңіл тыныстадым. Квартира тар еді, ақша аз еді, бірақ біз бірге едік. 3 ай өтті. Уақыт баяу жүрді. Квартирадағы сағат та дұрыс жүрмейтін сияқты. Кейде тоқтап қалады, кейде тым тез кетеді. Анам таңғы 5-те тұрады. Подъезд жуып келіп, үйге кіргенде аяғын сүйретіп әрең басады. Шаршадыңыз ба деймін. Жоқ, балам, бірақ көзінен көрініп тұр.
Әкем соңғы кездері қатты жөтелетін болды. Әсіресе түнде. Суық деген шығар дей салатынбыз. Бір күні ол жұмыстан келмеді. Телефон өшірілі. Анам терезеден қайта-қайта қарайды. Інім үнсіз отыр. Кешкі 9-да есік қағылды. Әкемді екі адам сүйреп кіргізді. Бет-аузы сұр, киімі цементке боялған. Құлап қалды деді біреуі. Қан қысымы. Жедел жәрдемге алып кетті. Квартира бұрындағыдан да тар болып кетті сол түні. Аурухананың иесі ауыр. Дәлізде үнсіз отырған адамдар көп. Дәрігер айтты. Көп жұмыс, жеке, дұрыс тамақтанбау. Не істейміз деді анам. Демалу керек. Біз бір-бірімізге қарадық. Демалу бізге арман еді. Әкем палатада жатты. Көзінде бұрынғы қаттылық жоқ. Балалар деді сыбырлап. Мен шаршадым. Сол сөз жүрегіме қатты тиді. Әкем ешқашан шаршадым демейтін. Егер бірдеңе болса, деп бастады ол. Ондайды айтпа деп анам жылап қалды. Сол түннен кейін анам өзгерді. Ертеңіне ол подъезд жууды тастады. Таңертең ерте кетіп, кеш келетін болды. Бір күні айтты. Мен асханаға жұмысқа кірдім. Ал бұрын үйден ұзап көрмеген еді. Інім сабақтан кейін бір дүкенге жұмысқа кірді. Жүк тасиды. Сабақты тастаймын деді бір күні. Жоқ дедім мен қаттырақ. Әкем оған шыдамайды. Інім үнсіз басын изеді. Мен бұрынғы жұмыстан кеттім. Қосымша түнгі ауысым алдым. Түнгі қала басқа екен. Жарық көп, бірақ жылу жоқ. Бірақ әр тапқан тиыным үйдегі жарықтың сөнбеуі үшін еді. Әкем ауруханадан шықты. Жұмысқа бірден барған жоқ. Квартирада отырып қалды. Кейде терезеден ұзақ қарайды. Далаға шығайын ба дейді. Шығыңыз деймін. Ол балконға шығады. Бірақ ол дала емес еді. Бір күні телефон соқты. Әкемнің бұрынғы танысы екен. Аға, ауылда шағын жер бар. Біреу алып үлгермей жатыр. Қарап көресіз бе? Әкемнің көзі жанып кетті. Ақша жоқ, бірақ үміті бар еді. Біз есептедік, тиынын санадық. Біріміздің ақшамыз бірімізге жетпейді. Сонда әкем айтты. Үйді мен салам. Біз үндемедік. Қолымнан келеді деді ол. Баяу болса да. Бұл жолы асықпай, қарызға кірмей, бір кірпіштен. Квартира тар болып қалды. Бірақ ол енді уақытша екенін білдік. Әкем айтқан жерді көруге бардық. Қаладан алыстау екен. Автобус сирек жүреді. Жол бойы үндемедік. Әкем алда отырды. Терезеден далаға қарап келеді. Көзінде біртүрлі от бар. Бұрындағыда емес, бірақ тірі. Жерге жеткенде жүрегім су ете түсті. Шөбі белден, айналасында қаңыраған ескі үйлердің орны, жол жоқ, су жоқ, свет жоқ. Мынау ма деді шыдамай. Әкем басын изеді. Я осы. Анам үндемеді. Інім жерді теуіп тұр. Әке дедім, мұнда қалай тұрамыз? Әкем сол кезде ғана бізге бұрылды. Қиын болады деді. Бірақ бұл өзіміздіңкі. Құжат жағын реттей бастағанда бір мәселе шықты. Жердің бұрынғы иесі қарызға батып кеткен екен. Банк сотқа берілгелі жатыр. Егер бір аптада ақша төленбесе, жер аукционға кетеді деді нотариус. Бір апта өтті. Бізде бір аптада емес, бір айда да ондай ақша жоқ. Квартираға қайтқанда бәріміздің басымыз салбырап тұрды. Бітті деді анам. Тағы да үміт. Әкем үнсіз отырды. Түн ортасында әкем мені оятты. Балам деді. Мен бір тәуекелге барамын. Қандай? Ертең базарға барамын. Құрылыс бригадасын жинаймын. Үй саламын. Ақшасын кейін аламын. Әке, сіздің денсаулығыңыз. Егер қазір тоқтасам, деді ол, мүлде тұра алмай қалам. Мен алғаш рет әкеме қарсы шықпадым. Күндер басталды. Әкем таңғы 6-да кетеді, түнгі 11-де келеді. Қолдары қайтадан жарылды, жөтелі қайта шықты. Бір күні ол мүлде келмей қалды. Телефон тағы өшірілді.
Анам жылап отыр. Інім далаға шығып кетті. Түнгі бірде есік тағы қағылды. Әкемнің көзі көгерген, ерні жарылған. Не болды дедім. Ақшасын бермей қойды деді ол. Сөйлесем дедім, төбелес болды. Анам шошып кетті. Әкем үндемеді, тек бір сөз айтты. Ертең соңғы күн. Ертеңіне нотариуске бардық. Ақша жоқ. Дәл сол кезде бір адам кірді. Жасы 50-лер шамасында. Киімі қарапайым. Бұл кісіге мен төлеймін деді ол. Біз аң-таң болдық. Сөйтсек ол әкемнің кеше үйін салып берген адамы екен. Аға деді ол әкеме. Сіздің еңбегіңізді кеше кеш түсіндім. Кешіріңіз мені. Менікі әділетсіздік болды. Ақша төленді. Жер біздің атымызға қалды. Анам жылап жіберді. Бұл жолы қуаныштан жылады. Құрылыс басталды. Әр кірпіш күреспен, әр шеге үмітпен қағылды. Біз бәріміз жұмыс істедік. Інім мектептен кейін келіп көмектесті. Анам ас дайындады. Көршілер жоқ еді. Бірақ біртіндеп адамдар келе бастады. Бірі су әкеліп берді, бірі кеңес айтты, бірі тегін көмектесті. Күзде бір түн өте суық болды. Үйдің қабырғасы ғана тұр. Жаңбыр жауды, жел тұрды. Әкем сол жерде ауырып қалды. Қызуы көтерілді. Әке дедім. Ол көзін ашып, үйді бітіріңдер деді. Қысқа қарай үйдің шатыры жабылды, терезе орнатылды. Сол күні әкем алғаш рет үйге кірді. Төрге отырды, ештеңе демеді. Тек қолын қабырғаға қойды. Міне деді ақырын. Үй. Қазір біз сол үйде тұрамыз. Әкем баяу жүретін болды, бірақ жүзінде тыныштық бар. Анам қайтадан шайын асықпай ішеді. Інім күлуді үйренді. Ал мен түсіндім. Үй бір күнде салынбайды. Отбасы бір қиындықта сынақтан өтеді. Ал әке құламаса емес, құлап тұра алса әке. Қыз ерте түсті. Жаңа үйдің пеші әлі толық дайын емес еді. Кей түндері бәріміз бір бөлмеде ұйықтаймыз. Анам пешке от жаққанда әкем қолын жылтып отыратын. Саусақтары бұрындағыдай икемді емес. Тоңып отырсын ба дейтін анам. Жоқ дейді әкем. Бірақ демі ауыр. Бір күні әкем айтты. Тағы да бір объект бар, соңғысы. Біз түсіндік. Бұл оның шын мәндегі соңғы жұмысы. Бармай қойыңыз дедім. Баруым керек деді ол. Үйдің қарызы бар. Сол күні ол ерте кетті. Күн ұзақ өтті. Қар жауды, телефон үнсіз. Кешкі 8 болды, 9 болды, 10 болды. Анам терезеден қараумен болды. 11-де есік қағылды. Есікте бейтаныс 2 адам тұр. Сіздер пәленшенің отбасыздар ма? Анам үнсіз басын изеді. Ол кісі жұмыс орнында өзін жайсыз сезінді. Қазір ауруханада. Дәліз суық, иісі таныс, дәрігер шықты. Біз қолдан келгенін бәрін жасадық деді ол. Анам сол жерде отырып қалды. Інім жылады, анам жылады. Мен бір сәтке ештеңе сезбедім. Ауылдан адамдар келді. Қаладағы көршілер де келді. Бір кезде әкемнің үйін салуға көмектескен адамдардың бәрі жиналды. Бұл кісі ешкімді ренжітпеген деді біреуі. Адал еді деді екіншісі. Мен сол кезде түсіндім. Әкем үнсіз жүріп, үлкен өмір салып кетіпті. Көктем келді. Үйдің алдына ағаш отырғыздық. Әкем отырғызбақ болған ағаш еді. Анам су құйып тұрып, көріп тұрсың ба деді. Бәрі тірі. Жылдар өтті. Інім оқуын бітірді. Мен жұмысымды түзедім. Анам сол үйдің төрінде отыр. Әкемнің тақиясы сөреде тұр. Кейде кешке үйдің алдында отырамын. Жел соғады. Сол желде әкемнің дауысы бар сияқты. Үй қабырға емес, үй қалдырған ізің. Әкем сол ізін қалдырды. Ал біз сол ізбен жүріп келеміз.